Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта заңға, Қазақстан Республикасының заңдарында қандай өзгерістер болып жатыр, барлық мәліметтерді, ақпараттарды айтатын боламын. Бүгінгі ең маңызды ақпараттардың бірі 2025 жылдың 24 мамырынан бастап 18 жастан асқан кез келген Қазақстан Республикасының азаматы үй кезегіне тұруға өтініш бере алады. Жаңа заңға байланысты соңғы 5 жылда үйіңіз болмау керек. Тұрып жатқан баспанаңыз немесе атыңыздағы үйіңіз апаттық жағдайда болса, егер дәлелдейтін құжаттар болса, сол дәлелдеу құжаттар арқылы өтініш жіберуге болады. Бұл үйге кезекке тұрудың ешқандай мамандығыңызға, әлеуметтік мәртебеңізге, жұмысыңызға ешқандай маңыздылығы жоқ. Ең бастысы, үйге шынымен мұқтаж екендеріңізді дәлелдесеңіздер болды. Үйге кезекке тұру арқылы отбасы банкпен 2%, 5%, 7% үй алу, ипотека алу мүмкіндігі бар. Егер де сізге осы ақпарат қажет болса, маған жазсаңыздар болады. Профильде номер бар. Енді маған өте көп келетін сұрақтарға сіздерге жауап берейін. Мен ешқандай санатқа жатпаймын, есепке тұра аламын ба деген сұраққа жауап беретін болсақ, әрине сіз тұра аласыз. Соңғы 5 жылда Қазақстан Республикасының аумағында сіздің атыңызда үй болмаса, және апаттық жағдайда болса, егер үйіңіз, сол құжаттарды дәлелдей алсаңыз, өтініш бере аласыз. Ал Қазақстан Республикасында тіркеуде болу керексіздер, яғни пропискаде болу керексіздер. Ал соңғы Астана, Алматы, Шымкент қалалары үшін соңғы 3 жылда тұрақты тіркеуде болу қажетсіздер. Осылайша ешқандай санатқа жатпайтын азаматтарды жоғарыда аталған талаптарға сай келсе, есепке тұра алады. Келесі екінші сұрақты қарайтын болсақ, яғни қасымда ноутбук тұр. Санатқа жатпайтын азаматтар қашаннан бастап тұрғын үй кезегіне тұра алады дейді. Санатқа жатпайтын азаматтар қашаннан бастап тұрғын үй кезегіне тұра алады дейді. Яғни тұрғын үйге мұқтаж ретінде есепке тұру үшін арнайы сайт ашылды. Яғни Өркен отбасы KZ порталында 2025 жылдың 24 мамырынан сағат 9:00-ден бастап сайтта өтініш жіберу кнопкасы, яғни батырмасы ашылды. Сол батырма арқылы басып, өтінім беру батырмасы арқылы басып, өтініш беруге болады. Өте оңай, өтініш жіберу өте оңай. Енді келесі сұраққа тоқталатын болсақ, мемлекеттен тегін тұрғын үйді кімдер ала алады дейді. Яғни осы сұраққа жауап беретін болсам, ешқандай тегін үй берілмейді. Яғни сайтта, отбасы банктың сайтында осындай жеңілдетілген, яғни 2%, 7%, 5% жеңілдетілген бағдарламалар тұрады. Сол арқылы жеңілдетілген үй ғана ала аламыз. Яғни осы кезекке тұрған адамдарға мемлекеттен қандай көмек болады? Яғни ол көмек тұрғын үйді жалға алу төлемдерін субсидиялау, яғни квартирный субсидия алуға болады, жеңілдетілген ипотекалық несиелерді алуға болады, және тұрғын үй сертификатын алуға болады. Яғни тұрғын үй сертификаты үйді алар кезде біздер первоначальный саламыз. Сол кезде первоначальный ақшаларыңыз жетпей жатса, миллион жарымға тұрғын үй сертификаты алуға мүмкіндік болады. Енді келесі сұраққа тоқталатын болсақ,
соңғы 5 жылда отбасы мүшелерінің меншігінде тұрғын үй болғаны ескерілеме дейді. Яғни сіздің жолдасыңыздың немесе әйеліңіздің атында үй болатын болса, сіздер үйге кезекке тұра алмайсыздар. Отбасы мүшелеріңізде немесе балаларыңызда үй болатын болса, егер оның атында жазылған үй болатын болса, онда бұл тұрғын үй кезегіне тұра алмайсыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Көмектесемін жіберуге, өтініш жіберуге көмектесемін. Профильде нөмір бар. Сау болыңыздар.